Сәлем достар! Осы видеода сіздермен осындай хит чебуректің рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт ұнаса лайк басып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Бір жуан турап алам. Майымызды саламыз. Тортасынан айырылған сары май. Фаршымды салам. Кертпекке айналып қалуын қадағалап, өстіп бәрін жазып аламыз. Енді жуамызды саламыз жаңағы тураға. Енді аздап суымызды қойып, бетін жауып 10-15 минут пісіріп аламыз. Ал тесті үшін сүт, тұз, бір жұмыртқа барлығын араластыра отырып, нанымызды илеп аламыз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Тұзымызды, бұршымызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады, тұзы мен бұршын. Енді суытуға қоямын. Фаршым суды, енді фаршымды езіп аламын. Үстіп жақсылап езіп аламыз қолымызбен. Арада 2 сағат уақыт өтті. Енді қамырымды жаямын. Çurkasını anlayın dedim. Hayır, nane veremem. Mınday. Осындай қылып мантының қамыры сияқты қылып жаямыз. Енді салмамызды салып шығамыз. Қалай түйеміз? 2 бетіп шетін аламыз. Жапсырамыз. 3-ші шетін жапсырамыз. Сосын үстіп 4 жағынан қабыстырамыз. 4 жағынан. Üstüp bәрін жапсырып шығамыз. Үстіп ұстап тұрып, төбесін үстіп ұстап тұрып, жапсырып шығамыз. Жапсырып шығамыз.
Ең басын жапсырып аламыз. Екінші бұрышын жапсырамыз. Төртінші бұрышын жапсырамыз да. Спашка салып көреміз. Мінекей қайнап жатыр. Енді чебуректерімізді саламыз. Кәсіп. Жейсің көші. Салфетка төселген ыдысымызға түсіреміз. Мінекей, хит чебурегіміз дайын. Осындай әп-әдемі. Осындай әп-әдемі болып піседі. Рецепті өте оңай, жасалу жолы да оңай. Сіздердің көңіліңізден шығады деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар, достар. Астарыңыз дәмді болсын.